Армағайын, ТВК телеарнасында 13-ші регион, сіздермен бірге мен, Айзбек Өткелбаев. Әдеттегідей, өздеріңізге Шымкент қаласында өткен тәулікте орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндаймыз. Шымкентте жүгенсіз жүргізушілері полиция қызметкерлеріне бағынбауды тоқтатар емес. Өткен тәулікте дәл осындай оқиға қаламызда тіркелді. Әдеттегідей әкімшілік полиция тобының қызметкерлері Лада 2110 автокөлігін тоқтатып, құжаттарын тексермек болған. Бірақ жүргізуші ерсі қылық танытып, заң қызметкерлерін балағаттап бағынғысы келмеді. Тіпті тентектікке салынып біздің түсірілім топқа да жұдырық ала жүгірді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Ішімдікке тойған мына ер азамат тіпті шектен де шықты. Рөлге отырып жол ережесін бұзғаны былай тұрсын. Тәртіп сақшылармен ерегісіп жатты. Балағатты сөздер айтып, білгенін істеді. Тіпті полицейлердің өзіне жала жабудан да тайсалмады. Мені ұрып соқты деп, судан таза болғысы келді. Зафиксировавший меня на проспекте Рыскулова. Вы за рулем находились, да? Я находился не за рулем. А за что? Я требую своих доказательств и практику возможностей. Жүргізушінің мас халде автокөлікті басқарған дәлелдеу үшін әкімшілік полиция тобының қызметкерлері ер азаматты сараптамадан өткізуге жеткізген. Алайда бұл кезде де 33 жастағы ер азамат еркелегісі кеп біраз тентектікке салынды. Я не знаю, что мне делать? Может, меня отправить? Почему мне нужно? Это дрейк в алкотест показывает алкоголь. Выдыхаем воздух. Будете дышать? Нет, не буду. Было проведено освидетельствование, медосвидетельствование со слов граждан. Сараптамадан өткізу барысында Надиров есімді азамат клиникалық қорытындысы бойынша орташа мас екендігі туралы қорытынды шықты. Оған қоса сараптамадан өткізу кезінде балағатты сөздер айтудан тоқтамады. Сараптама нәтижесі бойынша жүргізуші орташа дәрежедегі мас екені дәлелденді. Оны естіген азамат жауапкершіліктен құтылу үшін тепсініп шыға келді. Тағы да тәртіп сақшыларын балағаттап, кінәсін мойындағысы келмеді. Ол аздай біздің түсірілім топқа күш көрсетіп, жұдырығын ала жүгірді. Заң алдында бәрі бірдей, сондықтан жүргізуші өз іс-әрекеті мен қылықтарына қарай қатаң жауапкершілікке тартылды. Жүргізуші Надиров Анвар Азимович деген 1981 жылғы медициналық сараптамадан қол қойдан тартып, әкімшілік хаттамаға қол қойдан бас тартылды. Қазіргі таңда жүргізушіні уақытша ұстаздыру бөліміне апарамыз. Автокөлігін айыптарға қойылып, ары қарай әкімшілік шаруаға көрінеді. Өткен тәулікте жаяу жүргіншіні қағып кетті. Оқиға түнгі уақытта орын алған. Белгіленбеген жерден өтпекші болған азаматшаны шағын автобус байқамай қағып кеткен. Абырой болғанда азаматша жеңіл дәрежедегі жарақат алып, ауруханаға жеткізілген. Оқиға Мәделі Қожа және Дулати көшелерінің қиылысында шамамен түнгі сағат 11:30-да орын алған. Жаяу жүргінші белгіленбеген жерден өткен сәтте Ford Transit шағын автобусының дөңгелегінің астында қалған. Оқиға орнына келген жедел жәрдем бригадасының қызметкерлері мен жол-патрульдік полиция тобы өз жұмыстарына кірісіп, азаматшаны жергілікті ауруханаға жеткізді. Ал құқық қорғау органдарының қызметкерлері анықтау жұмыстарын жүргізді. Жол-көлік оқиғасы орын алды деген, яғни адам қағу факторы орын алған деген. Тексеру барысында жол-көлік оқиғасы анықталды, яғни берде өздеріңіз көріп тұрғандай, ақ түсті Ford Transit автокөлігі жасы 25-30 шамасындағы белгісіз әйелді қағып кеткен, яғни ол әйелді жедел жәрдем қызметі номер 2 Шымкент қалалық ауруханасына алып кетті. Қазіргі таңда қажетті құжаттар жиналып, жүргізушісінің жол жүру ережесінің қандай жол жүру ережесін бұзғандығы анықталып жатыр. Түнгі уақытта үйсіз жүрген азамат құрылысы бітпеген дүкеннің заттарын тонамақ болған. Қылмысқа күдікті азамат өзінің арам ойын іске асыру үшін дүкеннің терезесін сындырып тастаған, бірақ ол көздеген құралдарын қолды қылмақ түгілі қашып құтыла алмады. Мына ер азаматтың айтуынша, ол әлі толық пайдалануға берілмеген шағын дүкеннің терезесін сындырып, ішке кіріп, тәтті ұйқыға батқысы келген. Алайда оның тыныштығын осы дүкеннің егесі мен жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері мазалады. Цель твоего проникновения? Поспать хотел и проник сюда, да? Ничего не трогал вообще.
Оқиға орнына келген жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері анықтау жұмыстарын жүргізу барысында ер азамат бұзақылық жасаған уақытта мас халде болғаны анықталды. Оған қоса ер азамат шағын дүкеннің құрал-саймандарын қолды ету үшін терезесін сындырғанын атап өтті. Аталған мекен-жайға Әл-Фараби ауданы желілік тобы шағыртылу материалдарын берілді. Қазіргі таңда азамат Әл-Фараби ауданы ішкі істер бөліміне жеткізіледі. Қазіргі таңда бұл оқиға бойынша анықтау жұмыстары жүргізілуде. Егер де азаматтың кінәсі дәлелденсе, бұзақылықтан бөлек ұрлыққа оқталу бойынша жауапкершілікке тартылуы әбден мүмкін. Осымен біздің бағдарламаға берілген уақыты өз мәресіне жетті. Атап өту керек, бағдарлама Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі мен әкімшілік полиция басқармасының көмегімен әзірленген. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Азизбек Өткелбаев.